Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға кеш жарық. Бүгін біздер жаңадан қора салдық, жаңадан тауықтар алып келдік. Жаңадан салынған қораның барлығы бітті. Ішіне үй тауықтарын салдық та, сосын қасына бір Адлер тауығын салып қойдық. Адлер әдешіндегі тауық деп. Осылай бұрынғы тауық қораға, ең бірінші салынған тауық қораға, оның ішінде Адлер тауықтары тұрады. Пока осылай тұрады. Енді Адлер тауықтардың жұмыртқасын сатамыз ба деген ой бар. Или болмаса балапан шығарып балапан сатамыз ба деген ой бар. Сосын алда тағы да инкубатор алуымыз керек. Алдыңғы жылы матрица теле дейтін алдық қой. Енді дальше тағы да матрица теле дейтін инкубатор аламын. Бұйыртса бір ақша осқанда соны сатып аламын. Содан кейін осы Адлердің балапандарын шығарып сататын боламын. Мүмкін тағы да бір Адлердің әтешінде ауыстырып тастауым мүмкінмін. Мына қазіргі осы қорада тұрған әтешті алып, орнына басқа әтеш әкелуде мүмкінмін. Жас әтеш және де таза Адлер, манағыдай нелері бар, кішкене биіктеу әтеш әкеліп қалуым мүмкінмін. Мына өзімдер қазіргі қорадағы әтешім Бауыржан дейтін ағаларымыздан алдық. Ол әтеш те жақсы, енді мынаудай биік, бірақ мынаны сатпаймын. Бұны мен домашний тауықтарға қосам да, домашний тауықтарға жас әтеш сатып жіберем. Сосын таза Адлер тауықтарына басқа әтеш алам ба деген ой бар. Сол кішкене манағыдай окраскілер жақсы, бір жақсы, мынадан да биік әтештер болады, Адлер. Сондай әтеш алам ба деген ой бар. Әзірге видео осы. Арнаға жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Алла осы жақсы тағы да видеолар шығаратын боламыз. Мынау біздің жаңадан алып келген балапан әтеш.